Байлықта достар көп, кедейліктің туыстары да жоқ. Егер сізге ақша керек болса, бейтаныс адамға барыңыз. Егер сізге кеңес керек болса, достарыңызға барыңыз. Ал егер сізге ештеңе керек болмаса, туыстарыңызға барыңыз. Отбасы мүшесі міндетті түрде туыс емес. Туған деген жаныңды түсіне білетін адам. Көбінесе қамқор туыстар адамға ашық жаулардан гөрі көбірек зиян тигізеді. Олар оның дамуын бөгеп, ол өзі үшін істеу керек нәрсені сіз үшін жасайды. Ағашты тамыр ұстайды, адамды туыстары ұстайды. Екі адамның арасында болған нәрсе тек олардың арасында қалуы керек. Сүйікті туыстарының, уайымдаған достарының және қыздарының кеңесінсіз. Дос өзіміз таңдап алған туыс. Мен кішкентай кезімнен қайғылы оқиғаларды күлкіге айналдырып, отбасыма жеңілдік әкелдім. Ал туыстарым менің уақытты үнемдегеніме қуанатын. Туыстарға арасында ғана барыңыз, ал бақшаңызға жиі барып тұрыңыз. Туыстар ең қорқынышты адамдар. Олар біздің өмірімізге жақсылық әкелмейді және бұл оларға біздің істерімізге мәңгі араласуға құқық береді деп сенеді. Туыстар туралы көп нәрсені айтуға болады және айту керек. Егер туыстарыңыз немесе достарыңыз сізге ұзақ уақыт қоңырау шалмаса, онда олар жақсы өмір сүріп жатыр деген сөз. Көпшілігімізде ақылсыз туыстарымыз бар, ал туыстарымыздың алдында өзіміз ақымақ боламыз. Туыстардан кейінгі ең жағымсыз нәрсе бір текті адамдар. Мен достарыммен және туыстарыммен қарым-қатынасымда консервативтімін. Олардың барлығын үнемі есіме аламын. Сұлулықтың қасында ақыл мен мейірімділік әрқашан кедей туыстарға ұқсайды. Адам өзінің шынайы болмысын, өзінің ең құпия ұмтылысы мен үмітін тіпті жақын туыстары мен достарының ортасынан жасыра алады. Ешқашан ешкімге шындықты айтпайды. Өтірік те ажырамас бөлігі болып табылады. Біз киетін киім сияқты. Егер бай сараң болса, оның туыстары да, достары да жоқ болады. Шындығында бәріміз туыспыз. Жалғыз мәселе, отбасылық ағашта біздің бұтақтардың бір-бірінен қаншалықты алыс екендігі. Жалпы алғанда бәріміздің тамырымызда бірдей қан бар. Ең жақын туыстар мен достар, олармен бөлісетін ештеңе жоқ болған адамдар. Жолсыз жолдан гөрі нашар жол жақсы, жаман туыстар жоқтан жақсы. Тыныштық
достарсыз, туыстарсыз, қарсыластарсыз ойыңыздағыны жасауға мүмкіндік береді. Анам әрқашан жақсы отбасылар арасында жүректеріміз бірдей соғады деп айтатын. Сізді бірге тұратын туыстар сияқты ешкім жақсы білмейді. Сізді бүкіл әлемнің алдында қандас туыстарыңыздай ешкім қорғай алмайды. Ақылсыз туыстарыңыз болса, өзіңізді данышпан деп санауға негіз жоқ. Біздің өліміміз үшін бұл біздің туыстарымызға мезгілсіз және өте қолайсыз болсын. Қарапайым адам жалғыз тұруы керек. Алыстағы екі туыс та жақсы әйел мен күйеу. Бірақ бір пәтерде бірге болса, жындыханаға айналады. Күнбағыс әлде бір көмескі гүлді туысым деп атады. Күн көтеріліп, гүлге күлімсіреп, жақсысың ба жаным, деп айтты. Туыстар ең қызықсыз адамдар. Олар қалай өмір сүру керектігін білмейді, және олар қашан өлетінін болжай алмайды. Ауру біздің бет әлпетімізді таңбалайды, келбетімізді өзгертеді, бізді жақын туыстарға айналдырады. Бір әйелге алданған екі ер адам бір-біріне туысқан болып келеді. Біздің туыстарымыз үйде болғанда, біз олардың жағымды қасиеттері туралы ойлауымыз керек. Әйтпесе олар төзгісіз болар еді. Олар болмаса, біз олардың кемшіліктерін ойлап, өзімізді жұбатамыз. Отбасылық альбомда өмір бойы жанжалдасып өткен туыстар тату-тәтті өмір сүрді. Туғандар әрқашан жолымызды жарықтандыратын жұлдыздар. Жақын туыстарының мәселесі осы. Бұзылған дәрігерлер сияқты, олар ең ауыр жердің қай жерде екенін біледі. Менің туыстарымның бәрі сирек кездесетін кептірілген жемістер. Алыстағы туыс әдетте қалағандай алыс емес адам. Алыстағы ағайыннан жақын көрші артық. Видео ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Бейнені туыстарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Бүгінгі видеомызда сізге қандай нақыл сөз ұнағанын, немесе келесі видеомызда кімнің нақыл сөздерін көргіңіз келетінін пікірге қалдыруды ұмытпаңыз.